Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді, тойымды шакшука деп аталатын таңғы ас дайындаймын. Біз отбасымызбен сүйіп жейміз. Сондықтан жиі жасап тұрамын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бізге қызанақ, тәтті бұрыш, пияз, сарымсақ және жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен осылай бір пиязымызды ұсақтау етіп турап аламыз. Одан кейін табаға сұйық май құйып, пиязымызды салып қуырамыз. Тәтті бұрышты да майдалап турап, пияздың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Тәтті бұрыш жұмсарғанша 2 минуттай қуырамыз. Одан кейін қызанақты да дәл солай етіп майдалап турап аламыз. Оны да табамызға саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сарымсақты пресстен өткізіп, осылай қостым, немесе пышақпен майдалап турап та қосуға болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, араластырып, бетін жауып, 3-4 минуттай орташа отта ұстаймыз. Енді жұмыртқаны жарып саламыз. Мен 3 танасын қолдандым. Жұмыртқаның 4 немесе 5 танасын пайдалануға болады. Одан кейін кішкене тұз сеуіп, бетін жауып, ең төменгі отта 5 минутқа қалдырамыз. Одан кейін өзіміз ұнататын аскөкті сеуіп шығамыз. Осымен біздің өте дәмді, тойымды, әрі тез дайын болатын таңғы асымыз дайын. Бізге осылай ыстықтай нан батырып жеген ұнайды. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.